Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Сұмдық жаңалық. Малдар жиналған өтірікші Нұр Отан партиясы аманат етсе де, әлі де Насанжор Шал мен Жиһаз Тоңқаевтың бұттарына кіріп жүр. Сіз партия туралы не ойлайсыз? Аманат не үшін жұмыс жасап жүр? Партия жабылсын. Халық мүддесін қорғау шенеуніктердің басына кірмейді. Олар халықты тағыдар масқара сатып, кемсітіп күлді. Достар, барлық шындықты білу үшін біздің арнамызға подписация жазуын басып тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басыңыз. Сол кезде барлық шұғыл, сұмдық жаңалықтарды бірінші біліп отырасыз. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Ал енді бастайық. Аманат партиясы кезектен тыс президент сайлауында кімнің кандидатурасын қолдайтынын айтты. Әрине, орысқұл Қытай шпионы Тоқаев партиядан шықса да, Аманат деген дәл сол кәрі шалдардың бұтына кіріп, ақша ұрлайтын партия. Аманат партиясы алдағы кезектен тыс президент сайлауында Қасым-Жомарт Тоқаевтың кандидатурасын ұсынады деп мәлімдеді мәжіліс спикері әрі партия төрағасы Ерлан Қошанов. Бұл сайлауда да, алдағы сайлауларда да өзімнің кандидатурамды ұсынбайтынымды ресми мәлімдеймін. Бірақ мен Қасым-Жомарт Тоқаев сияқты лайықты үміткерді қолдаймын, деді Ерлан Қошанов мәжілісте журналистерге берген сұхбатында. Мемлекет басшысы Аманат партиясынан шығып кетті, бірақ партия оның кандидатурасын сайлауға ұсыну мүмкіндігінен айырған жоқ деп түсіндірді мәжіліс спикері. Ол сонымен бірге президент өкілеті мерзімін 7 жылға ұзарту жөніндегі өзгерісті тек президенттің өзі бас заңға енгізе алатынын жеткізді. Шешімді тек президент қабылдайды. Егер Конституцияға өзгерістер енгізу керек деп шешсе, онда өзгерістер енгізіп, жыл соңына дейін сайлау өткізе алады, деді Аманат партиясының төрағасы. Президент Тоқаев 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауында биыл күзде кезектен тыс президент сайлауы өтетінін жариялап, өзі тағы сайлауға түсуге ниетті екенін мәлімдеген. Ол сонымен бірге президенттікті 7 жылдан тұратын бір мерзіммен шектеуді ұсынып, бұл ұсынысты күздегі президент сайлауынан кейін парламентке жолдайтынын мәлімдеген. Қарағанды мафиясы билікке келеді. Клан соғысы қайтадан басталғалы тұр. Бүгін Қарағандыдан шыққан жемқор ишактар мейрамханада тыныш отырған суреті тарай бастады. Экс-премьер-министр Асқар Мамин, мәжіліс спикері Нұрлан Нығматуллин және президент аппарат әкімшісі Әділбек Жақсыбеков бірге жиналған. Фото үлкен резонанс тудырды. Сарапшылар осы саяси динозаврлардың барлығын не біріктіруі мүмкін екендігі туралы теория жасай бастады. Болжам жасамаймыз, бірақ бұл сурет кем дегенде бір фактіні дәлелдейді, үшеуі де әлі елде және бірдеңе дайындап жатыр. Асқар Мамин тіпті блогер Денис Кривошеевке түсініктеме берді. Ол министрлер кабинетінің бұрынғы басшысымен хат алмасуы туралы Facebook парақшасында бөлісті. Расында өткен жексенбі 4 қыркүйек күні Нұр-Сұлтан қаласындағы мейрамханалардың бірінде түскі уақытта жақын туыстарының ұйымдастыруымен қазақтың салт дәстүріне сай сырға салу шарасы өтті. Мен фотосуреттің мәніне қатысты кейбір бақта айтылған болжамдарды орынсыз және арандатушылық деп санаймын, деп жазды Кривошеев Маминнің сөзін келтіріп. Басылым шараның елорданың ескі орталығындағы итальяндық Лугано мейрамханасында өткенінде айтады. Біз сонда бардық, бірақ басшылық бұл туралы бізбен сөйлесуден үзілді кесілді бас тартты. Алайда фотосуреттерге қарағанда үштік шынымен де сонда болды. Интерьердің кім екенін мейрамхананың Instagram парақшасындағы фотосуреттер береді. Өте жайлы жер. Лугано мейрамханасы кімге тиесілі? Лугано итальяндық мейрамханасы Lugano Restaurant ішіс дерлік атауына жатады. Директоры белгілі Марал Асанбекова. Тегі, аты және әкесінің аты ұқсас әйел бухгалтерлердің кәсіби ұйымының тізімінде. Ол сонымен қатар мейрамхананың басшысы және сонымен бірге B Center жүйесінің тізімінде. Ол өз кезегінде швейцариялық B Contractors инженерлік құрылыс компаниясына тиесілі. Үйім Швейцарияның Лугано қаласында тіркелген және Maptex Group құрамына кіреді. Дәл осы құрылыс компаниясы республика парламенті, сыртқы істер министрлігі, президенттің Ақорда резиденциясы, Сарыарқа республикалық велотрегі және киноконцерт сияқты нысандардың құрылысымен қалпына келтіру жұмыстарымен айналысты. Қазақстан залы. Сонымен қатар B Contractors филиалының Астанадағы филиалы мемлекеттік сатып алулар веб-сайтындағы тендерлерге тұрақты түрде қатысатынын атап өтеміз. Мәселен, биыл компания Өскеменде 701 мың теңгеге гематологиялық орталық салуда. Қостанай қарияның өлімі. Қостанай облысындағы орман өртімен күрес кезінде құтқарушылар адам денесін тапты.
Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында төтенше жағдайлар министрлігі өртке қарсы қызмет комитеті төрағасының орынбасары Дмитрий Титов айтты. Өрт шарпыған аумақтың жалпы ауданы 43 мыңға құрады. Алдын ала бағалау бойынша төтенше жағдай нәтижесінде 91 тұрғын үй жойылған. Оның ішінде Аманқарағай ауылында 85 және Озерный ауылында 6. Өрт басталғаннан бері барлығы 2091 адам эвакуацияланды. Өрт кезінде 12 адам зардап шекті. Барлығына медициналық көмек көрсетілді. Қазіргі уақытта бәрі үйіне жіберілді. Өкінішке қарай, Аманқарағай ауылындағы үйінділерін зерттеу кезінде үйлердің бірінен 1935 жылы туған ер адамның мәйіті табылды деп мәлімдеді ТЖМ өртке қарсы қызмет комитеті төрағасының орынбасары Дмитрий Титов. Оның айтуынша бүгін сағат 15:00-де Қостанай облысының Әулиекөл ауданындағы табиғи өрт ауыздықталды. Жалындап жанып жатқан учаскелер жоқ. Қазір учаскелерде 207 бірлік техника, 5 өрт сөндіру пойызы, 1785 адам жұмыс жүргізіп жатыр. Су ағызу құрылғылары бар тікұшақтар әуеден 272 рет су шашқан. Қостанай облысында орман өрті фактілері бойынша ішкі істер органдары қылмыстық кодекстің 341 бабы ормандарды жою немесе бүлдіру, 204 бабы 2 бөлігі бөтен адамның мүлкін абайсызда жою немесе бүлдіру бойынша қылмыстық істер қозғады. Ал Алматы полиция департаментінің қызметкерлері қыздарға бірнеше рет шабуыл жасады деген күдіктіні ұстады. Ер адам жалғыз кетіп бара жатқан жәбірленушіні байқап, арт жағынан шабуыл жасап, жәбірленушіні тұншықтырып, барлық құнды заттарды алып, қылмыс орнынан ізін суытқан. Алматы қаласы Алмалы аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері стилі ұқсас бірнеше тонаудан кейін күдіктінің ізіне түсіп үлгерді. Тергеушілердің айтуынша, мегаполиске Жамбыл облысынан келген 20 жастағы жас жігіт түнде шабуыл жасаған. Жолда жалғыз келе жатқан қыздарды кездестіріп, оларды арт жағынан ұстап, тұншықтырып өлтірген. Содан кейін барлық бағалы заттарын алып кеткен. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында 2002 жылы туған Жамбыл облысының тұрғыны ұсталды. Қазіргі уақытта қарақшылық шабуылдың 3 фактісін анықтадық. Бір эпизод көшедегі бейне бақылау камераларына түсіп қалған. Қыздар қашан? Олар қарсылық көрсетпестен барлық құнды заттарын берген. Сондай-ақ дүкенде шабуылдаушы бір күн бұрын жәбірленушіден алған ақшамен төлеген фактіде тіркелді деді Есен Ысқақ, Алмалы аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы. Ұсталған адам қылмысын мойындаған. Қазір оның жеке басы қалада осыған ұқсас бұрын жасалған қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Бас имам тәліпке қарсы шықты. Тәліптер ауған қыздарына оқуға тыйым салды. Бұл туралы қазақстандық имамдардың көзқарасы қандай? Талибан, Қазақстанда тыйым салынған ұйым қозғалысы билікке келген соң реформалаудан өткен Ауғанстанның білім министрлігі қыздарға мектепке баруға тыйым салған болатын. Қазіргі кезде ел аумағында қыздарға тек бастауыш сыныпта оқуға рұқсат етілген. Осыдан бір жыл бұрын Қазақстан мен басқа да бірқатар елдерде экстремистік деп танылған Талибан, Қазақстанда тыйым салынған ұйым қозғалысы Ауғанстан астанасы Кабулды басып алып, елде өз тәртібін орнатты. Билік басына келген тәліптер әлем халықтармен бейбіт байланысы орнатып, тұрғындар құқығының сақталуын қамтамасыз етеміз деп уәде берген болатын. Бірақ іс жүзінде айтылғандардың ешқайсысы жүзеге аспады. Шектеулер көбіне әйелдерге қатысты болды. Мәселен, бір жыл бұрын билік тізгінін алған кезде тәліптер қыздарға оқуын жалғастыруға рұқсат етіледі деп мәлімдеген еді. Алайда түптеп келгенде оларға тек бастауыш сыныпқа баруға рұқсат етіледі. Оның өзінде мектеп бағдарламасына өзгерістер енгізіліп, қыздар ислам дінінің негіздеріне басымдық беруге міндеттелді. Бұл мәліметі бойынша қазіргі таңда Ауғанстандағы 11 миллион қыз оқуын жалғастыру құқығынан айырылған. Өз кезегінде Талибан жетекшілері мұның себебін әйел мұғалімдердің жоқтығы және қыздарға арналған жеке кабинеттер ашу қажеттігімен байланыстыруда. 13 тамызда Ауғанстандағы әйелдер өз құқықтарының сақталуын, елде емін-еркін жүріп тұруы мен оқып, жұмыс істеуге рұқсат беруді талап етіп, бейбіт шеруге шыққан болатын. Алайда билік басындағы тәліптер 40-қа жуық наразы әйелдердің митингін басып, қатал түрде таратып жіберді. Бұл туралы имамдар қандай ойда? Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми өкілі Ағабек Қонарбайұлы тәліптердің бұл әрекеті ислами көзқарасқа сәйкес келмейтінін мәлімдеді. Айтуынша, Алла тағала Құранның бірнеше жерінде білім алудың маңыздылығы туралы айтып өткен. Құранның ең алғашқы аяты оқы деп түскен. Алла тағала Құранда мұсылман ер мен әйелге білім алуды парыз етіп қойған. Пайғамбарымыз бір хадисінде, тал бесіктен жер бесікке дейін білім алыңдар деген екен. Сондықтан мұсылман үшін білім алу міндет.
Еліміздегі қолданыстағы заңда да кез келген ата-ана өзінің ұл-қыздарының білім алуын қамтамасыз етуі керектігі жазылған. Сондықтан саналы әрбір адам міндетті түрде әуелі өзінің, одан кейін ұрпағының білім алуына көңіл бөлуі тиіс. Ешқандай дәстүрлі дін білім алуды жоққа шығармайды. Исламда құлшылықтың өзін біліммен, ықыласпен жасау міндеттеледі. Сондықтан да тәліптер ұстанатын көзқарас дұрыс емес дейді ол. Оның сөзінше, қандай да бір діни көзқарасқа сүйеніп, яки бір ықпалды топтардың, діни ағымдардың артынан еріп, баласын мектепке бермей қою сауатсыздықтың көрінісі. Аллаға шүкір, өз елімізде білім алуға ешқандай да кедергі жоқ. Өткен жолы министрдің өзі, болашақта орамал таққан қыздардың мәселесін қараймыз деді. Мұсылмандардың қара шаңырағы саналатын діни басқарманың да балиғатқа толған қыздарымыздың орамал тағуына кедергі болмай, толыққанды білім алуына рұқсат берілсе екен деген тілегі бар. Әрине, бұл мәселеде өрескел әрекеттерге барып, эмоциялық сезімдерге берілмеуіміз керек дейді Ағабек Қонарбайұлы. Сондай-ақ ол діни көзқарас тек қана құлшылықпен шектеліп қалмайтынын айтады. Біз үнемі жас шәкірттерге діни білім алу деген міндетті түрде молда, имам болу дегенді білдірмейтінін айтамыз. Алла алдындағы міндетін орындай отырып, өзің оқыған мамандық бойынша халыққа қызмет етуде негізгі парыздардың бірі. Қатарыңыздан қалмай білім алсаңыз ғана толыққанды парасатқа, толыққанды адами құндылықтарға қол жеткізесіз. Ал егер қандай да бір ойдың жетегіне беріліп, өзіңізді де бала шағыңызды да білім алудан тыйсаңыз, бәрінің болашағына балта шапқанмен бірдей болады дейді МДБ өкілі. Бұнымен қоса Ағабек Қонарбайұлы заманның ағысынан қалыс қалмай техника мен заманауи білімді игеріп, сол арқылы мемлекеттің дамуына үлес қосуға шақырды. Дәл қазір біздің қоғамға мықты дәрігерлер, технологтар, ет мамандары, инженерлер қажет. Сол себепті жан-жақты білім алып, игерілмей жатқан білімді игергеніміз дұрыс. Бала шағамызды отанның жанашыры болып, елдің көсегесін көркейтсем деген түсінікті тәрбиелегеніміз жөн. Сонда ғана кешегі алаш азаматтары, ата-бабаларымыз аңсап кеткен өресі биік білімді ұрпақ болып қалыптасамыз дейді МДБ өкілі.